Қайырлы күн құрметті Тыңдай FM арнасының тыңдармандары. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі мазмұн Арқалық батыр. Зерттеу турасындағы шығарма. Авторы Оспан Нәбиұлы. Тыңдай отырыңыздар. Арқалық батыр. Арқалық батыр Абақ керейдің әйгілі батырларының бірі. Ол Арқалық батыр жыры арқылы күллі қазаққа әйгіленген тұлға. Арқалық батыр жыры қазақ халқының өткен тарихынан, салт дәстүрінен хабар беретін. Танымдық, тәрбиелік, көркемдік маңызы аса зор рухани мұраға айналды. Жырға арқау болған оқиғалар, нақты тарихи оқиғалар негізінде өмірге келді. Және Керей елінің 18 ғасырдағы әлеуметтік тұрмыс тіршілігі, көрші елдермен қарым-қатынасы жайлы, саяси құрылымы жайлы нақты мағлұмат береді. Арқалық батырды Қобда бетін алғаш жарлаған қазақ деуге болатындай. Қобда өңірі деп аталатын асты кеніш, үсті пейіш, киелі өңір Шыңғысхан заманына дейін Найман тайпасының мекені болса, орта ғасырларда Моңғолдың ұлы ханының кейіннен 1650 жылдары Жоңғар ұлысының 1756 жылдан Мәнчин Қытайдың қарамағында болды. Мәнчин өкіметі моңғолдарды 4 әкімшілік билігіне бөлумен қатар, негізгі халқы Дөрбіт, Уранқай, Тивалардан тұратын батыс өңірді Ходын Хиязгар, яғни Хода шебі деген статуста қалдырып, билігін өздері тікелей басқарып, орталығы ретінде Қобда қаласын пайдаланды. Беген ауылы шабылып, Ізғұттының басы алынған 1830 жылдары Қара Сеңгір оқиғасынан кейін Шығыс Түркістандағы Дөрбіт атаулы дүркірей көшіп келіп, Қобда бойын қоныс етті. Көп ұзамай бұл өлкеге қазақтарда қоныстана бастады. Бүгіндері Монғолия қазақтары деген атқа ие болған қазақтардың бұл өлкеге жылқышы мен көбештің көде мен ожеке бәлекеңе иек артып, Қобда бетіне қоныстанып, құт мекеніне айналдырғаны жайлы тарихшылар Сарай Асқанбайұлы, Ислам Қабышұлы, Жүкей Шәңгішбайұлы, Шынай Рахметұлы, Ғалымұрат Қапсатарұлының еңбектерінде толық баяндалған. Қазақтардың бұл өлкеге қоныстануын тарихшылар Қызылаяқ шапқыншылығына, шеруші билерінің ажы төре шешімімен келіспеушілігіне және қоныс тарлығына байланыстырылып баяндайды. Арқалық батыр Қобда бетіне келген кезде бұл тарихи оқиғалар бола қоймаған кезі еді. Арқалық батыр бастаған топ Дүрбіттен жылқы қуалап тұрған жылдар шамамен 1846-дан 51 жылдарға дөп келеді. Бұл кез Қобда өңірінің қазаққа мәлім болмаған кезі деген пікірге ешкім дау айта қоймас. Рас, Найман Қалдеке байдың Делунге қоныстану туралы дәйектер айтылғанымен деректер жетіспейді. Ал Ақтай бастаған шеруші ауылдары дайын өрмекейті өлкелеріне қоныстас келіп кетіп жүргенімен ішкерлеп кірмеген еді. Ендеше Қобда өңіріне 3 рет барымтаға келіп, 2 рет тұтқын ретінде ұсталып, алғашқысында 9 ай Қобда түрмесіне қамалып қашып шыққан соң, айлап жүріп, ауылына жеткен Арқалықты Қобда бетін ашқан қазақтың Христофер Колумбусы деуге болатындай. Арқалық батырмен бірге үзеңгілес жолдасы Ботақара Жубай, Қарақас Тұяқ, Ситан қияқтарда бұл атаққа еншілес болғанымен, бұл жерде Қобда өңірінде ең ұзақ, ең көп болумен қатар, осы бір тарихи оқиғаның сақталуына себепкер болған жырдың басты кейіпкер ретінде Арқалық батыр есімі осылай қорытындыға лайық деп ойлаймын. Арқалық батыр кім? Арқалық батыр 18 ғасырда өмір сүрген тарихи тұлға. Daстандағы билеген 4 би сайлап төрем елді деген тармаққа және жырда жиі кезігетін Көкен, Бежем деген билердің аттарына назар аудар отырып, Арқалық оқиғасы Алтайда Көкен, Бейсенбі сияқты адамдар би болып сайланғаннан кейін өткен деген ғылыми тұжырым жасауға негіз бар. 1836 жылы Алтайда 4 би сайланды. Сол 4 бидің бірі Бейсенбі Дөненбайұлы еді. Қазақ күй өнеріндегі Алтай Тарбағатай күйшілік мектебінің белді өкілдерінің бірі,
18 ғасырда өмір сүрген Бейсенбі Дөненбайұлы 1803 жылы дүниеге келіп деп тұжырым жасаған Арқалық батыр жырының нұсқалары атты еңбегінде Тілеубай Сөйтқан Баянұлы арқалықтың руы Қарақас ішінде байым, әкесінің аты Бөрібай. Жырда ол жайында шал еді әкем Бөрібай жасы келген, шешеміз ерте күнде жасымды өлген деп белгіленген. Ал шежіре бойынша Қарақас, байым, бораншы, Бөрібай, арқалық деп таратады. Арқалық немере ағасы Назардың тәрбиесін алған. Арқалық оқиғасынан кейін Қарақастың байым аталатын ата балалары төре тарапынан қудаланып, Ертістің төменгі бойындағы Балбағай деген жерді мекендегені жайлы Алтайдың Көктоғайында тұратын Өтей ақсақал қолжазба шежіресінде белгілеп қалдырыпты. Арқалық әкесі Бөрібай 5 жасар ұлымен Ертіс бойында егін салып күнелткені жайлы жырда төренің кім шыдайды зардабына, басқанда жер қайысқан салмағына, төренің зардабына шыдай алмай, келдім де егін салдым жан қамына деп баяндалады. Төренің шабарманы ретінде әлденеше рет барымтаға барып жылқы алып, төрені олжаға кенелсе де өзі жақсылыққа кенелмеген соң, өзі біліп бір атты Бейсенбі биге берген үшін ұры атандырылып, алақанына қорғасын құйылған Арқалық батыр егін салып, өз күнін өзі көруге тәуекел етеді. Ертістің Қарақас өткел деген жерінде Кенеби тоған тартқызып, біраз Қарақас ауылдары егіншілікпен айналысқаны тарихтан белгілі. Арқалықтың да осы елдің ішінде болуы мүмкін деген пікір ойға оралады. Әйтсе де 5 жасар ұлы кәрекесі жан жарымен бірге егін салып, бейбіт тіршілік етуге талпынған батырдың тірлігі хан жарлығымен мүлдем басқа арнаға бет бұрады. Арқалықтың Қобдаға сапарлары. Жырда Арқалық пен 4 серігінің Дөрбітке барған сапарынан да бұрын Ажы төренің тапсырмасымен Дөрбітке барымтаға барған айтылады. Әйтсе де алғашқы сапарында Арқалықтың қай жерден жылқы қуғаны туралы дерек кездеспейді. Арқалық қолға түсіп тергелген кезде жау болып кісі өлтірген қазақ қалмақ, кедейім боп аттанды молжаланбақ, 2 кеп 40-50-ден жылқы айдадым, 2 соғыста өлтірдім 2 қалмақ деп шынын айтып, қылмысын мойындаған сөзінен оның қолға түсуі 3-ші жорық екенін аңғарамыз. Бір жорғынан қайтқан жолда Керейдің әйгілі биі Бейсенбі кезігіп жылқыдағы көк шұбар атқа аңсарауады. Керейлік Бейсенбі би бесеуінен сауға деп көк шұбарды алды жолда. Дей отырып, олжаның ішіндегі тайып алған көк шұбар жүйрік атты сауғаға сұрап, жарармын менде сенің керегіңе, болса да не қажетің сен өзіме, деп бежең олжа сұрайды. Арқалық әйгілі бидің сөзін жықпай қалауын береді. Өзінен рұқсатсыз бежеңе ат берген Арқалыққа Ажы төре қатты ашуланып түрелеп алақанына қорғасын құйғызады. Ұры атандырып ажуалайды. Осыған өкпелеген Арқалық Ертіс бойында егін салып күнелтуге бел байлайды. Арада бірер жыл өткен кезде Ажының 60 жылқысын дүрбіттер барымталап кетеді. Төре төлеңгіттермен ақылдаса келе, жылқыны бір қайтарса Арқалық қайтарады деген байламға келеді. Арқалықты көндіріп алып келуге Ботақара Байтаймен жұмсайды. Әуелгіде 18-інде жорыққа аттанып жүрген Арқалық бұл кезде төреден қудаланып, Ертіске келіп егін салып дегендей 2-ден 3 жылды артқа тастап 20 жастан асқан еді. Осыған негізделіп Арқалық және оның серіктері 1848 жылдан 1850 жылдары Қобда бетіне келген деп түйін жасауымызға болады. Жыршы Абақ Керейдің шежіресіне қысқаша мағлұмат беріп, Абақ Керейді билеген Ажы төрені де таныстырып өткен соң, Ажының 60 жылқысын дүрбіттер барымталап, алғанына тоқталып, дүрбіттердің бұндай озбырлығының негізгі себебі бірер жылдың алдында жаппай Қобдаға қоныс аударғаннан Алтайдың жер жағдайын жақсы білетіні, және қонысынан қуылып қазаққа есесі кеткен дөрбіттердің жиі мал барымталап тұрғанын баяндалады. Арқалықты лажысыз көндіріп, серіктерін қасына қосып беріп, кек қайтарып келу үшін жұмсағаны жырдан орын алған еді. Жолдастыққа кім дертесің деген Ажы төренің сауалына Арқалық: ел шауып келдесең қол жинап бер, малыма мал алып келдесең жаныма жұбай, тұяқ, қияқ, ситандарды етіп бер деп жауап қайтарады.
Жорыққа аттанып бара жатқан арқалыққа серігі Жұбай, қуғын сүргін кісі өлсе не болады деп төреден сұрауды ескертеді. Төре, ап келсең осы жолы бұл кегімді, берсем де Сейілханды сені бермен деп жауап береді. Арқалық батырдың өмірі, уақиға және адам, жер су аттары тарихи оқиғаға байланысты нақты баяндалған. Өзінің үзеңгілес серіктерін қасына алған Арқалық тұманды Шалшықайдағы төре ордасынан шығып, нарын қаран асып, көксінен көкте өтіп, шірікшиді басып, ертісті өрлеп, қыраннан ат салдырып, жүзіп өтеді. Таң атқан соң жайланып атқа міндік, бет қойып енді ертісті өрлей жүрдік. Өрмегейті жанында Тасқия су, ақ бұлақ су күшті, сонда келдік. Алтайдың айыргезең асуы бар, Қобдаға сонан асып басуы бар деп жырлағанындай, тасқынды Ақбұлақ өзенінен өтіп Өрмегейтіге келеді. Өрмегейті, айыргезең, Тасқия асулары аймағымыздың Сақсай, Ұлан Аққұс, Сенгел сұмының ауылдарының жайлауына іргелес. Арадағы шекара бойында жатқаны белгілі. Өрмегейті мен айыргезеңнен асып келуге Дөрбіт жолғыншыларынан сескенген батырлар Тасқия асуынан тас қопарып жол салып, араға 2 күн салып, Дайын көлінің маңына келеді. Осы орайда көл жиегіндегі бір мойнақтың Арқалық атымен аталатын, оны кейін қоныстанған қазақтардың Арқалыққа қатысты бар қандай бір дерекке негіздей отырып, Арқалық атандырған болуы мүмкін екенін айта өткен жөн болар. Меніңше, қазақтар көшіп келген соң, Арқалықтың осы жерде жылқы айдағаны жайлы деректерге көзі тірі куәгерлер арқылы қанығып, Арқалық асуы атандыруы әбден мүмкін. Бұл 1850 жылдар кезеді. Батырлар отарда жатқан жылқыдан 128 жылқыны бөліп алып, ара тағы 3 қонып зорға деп Тасқиядан асырады. Кезеңге 3 күн қонып зорға келдік. Жұбай кетті, алдымен жолды шалып деген жолдарға қарап, бұл жолы Арқалық жолдастары Жұбай, Тұяқ, Қияқ, Ситандармен бірге Қобда бетін қазіргі шекара бойынша бір шама ішкерлеп кіргені аңғарылады. Жылқыны жолдастарына айдатып жіберіп, Арқалықпен Жұбай тас томалатып жалғыз аяқ Тасқия жолын жауып тастайды. Ертіске жеткенде Дөрбіт қуғыншылары келіп жетеді. Жұбай жылқыны жөнге салып жіберіп, Арқалыққа қайтып келіп, екеуі 60 Дөрбітпен айқасып 6-ын өлтіреді. Солардың бірі Дөрбіттің қызыл тасты зәңгісі еді. Соңынан қалмай қуалап, жақ тартып, өз өміріне қауіп төндірген. Сарала киімді қызыл тасты зәңгіні Арқалық қанжарымен шауып өлтіріп, алтындаған ерттеулі атын олжалап киімін сыпырып алады. Осы кезде Жұбайдың Арқалық деген айғайы естіледі. Жалт қарап Жұбайдың жау қоршауында қалғанын көрген Арқалық жауды жапыра соғады. Қалмақтың біреуі жүйрік аттың арқасында жанын сауғалап қашып бара жатты. Жұбай айғайлаған кезде Арқалықтың есімін ердің қасына жазып алады. Азапты сапарды артқа қалдырып, батырлар елге оралады. Қаратты және оның күмістілген ертоқымын жолда кезіккен Ажы төренің інісі тәтейге сыйға береді. Арқалық, дос болайын, қолыңды бер, жалғанда туа қалмас өзіңде ер. Шытар көре алмастың бірі еді, төреге жол тартуды айтпаңыз серт, деп тәтей төре сөз байласады. Ажы төре бірден малды санап алуға кірісіп, олжаны көріп, қуанғанымен Арқалық мініп алған көк мойынды көріп, қоя бер, басқат мін, мұны деп қолқа салады. Арқалық көнбей қояды. Төренің түсі суып тілден қалды дей отырып, басқа төртеуіне бір-бір бие беріп, барған соң аттарыңды әкеп бер деп тапсырады. Арқалық үйіне қайтып оралған соң көп ұзамай Дөрбіттен қарулы 100 кісі Ажы ауылына келіп, әлек салып чаған кегеннің берсін Арқалықты ұстап маған деген бұйрығын жеткізеді. Ажы төре Дөрбіттерге Арқалықпен серіктерін ұстап беруге келседі. Ажының опасыздығын сезген тәтей төре Арқалыққа чабарманын жұмсап шақырып болған жайды баяндайды. Орыстың қолындағы қаратай ішіне тығылуға кеңес береді. Тұра кетуге әкем алаңдайды ғой деп көрген батыр үйіне барып қоштасып жүріп, кеш болып ертістен өте алмай жағада қонады. Ертесінде оянса атын қасқырлар қамап жеп кеткенін көреді. Айналып тәтей төреге барады. Досы оған ат мінгізіп ертістен өткізіп тастайды. Ондағы нағашылары Арқалыққа пана бола алмайды. Төренің жансызы Арқалықтың осында екенін хабарлайды. Ақыры Дөрбіттер Арқалықпен Жұбайды ұстап түйеге теңдеп әкетеді. Тұтқындарды алып кеткен Дөрбіттердің аялдаған қаласының аты Асқар Татанайұлының нұсқасында Делуна, Түгелбайып нұсқасында Құлжа, Әбілғазыұлы нұсқасында Боршын, Ахметов нұсқасында Қобда, Сұлтан Мәжитұлы нұсқасында Алтай жерінде болған қазақ қалмақ арасындағы тартыс көрсетіледі.
Бұл нұсқаның Ержан нұсқасынан көп өзгешелігі бар. Ержанда арқалықтың түрмеге түскен жері Қобда қаласы, әміршісі Ежен хан болып жырланады. Ежен ханның өзі арқалық қайсың деп сұрақ қойып, орнынан түрегеліп бас кейіпкерден жауап алады. Ақырында қор болған қазағында батыр екен, әзір біз өлтірмейік деген шешімге келіп, бұларды зынданға салуға бұйырады. Жырда арқалықтың Ежен ханға апарылғаны тек әсірлеудің үлгісі екенін аңғарады. Ежен хан деп қазақтар Қытайдың императорын атайтыны белгілі. Арқалық пен Жұбай күзден бастап келесі жылдың жазына дейін Қобдадағы Шолтын ламаның есігінің алдында күркеде жатады. Арқалықтың 20 жастағы Балжын атты моңғол қызы азат етеді. Ол қыз меншікті әйелі жоқ ламаның үйінде уақытша әйелдікте жүрген екен. Сол сұлу арқалықты босатқан күні дөрбіттер өздерінің шаған деген мейрамын тойлап, кәрі жасы түгел мас болып тұтқын жатқан күрке қарауылсыз қалады. Шөлтімнің елінен ретін тауып қашып шыққан Арқалық пен Жұбай азапты жолды басып өтеді. Арқалық пен Жұбай қашып шыққан соң Қобдадан тура Делунның 5 сала асуларына қарай жол тартады. Тамағындағы қанжардан түскен жарасы жазылмаған Жұбайдың тамағынан ірің сорғаласа, жайлақ аттан аяғы салаңдап Арқалықтың жағдайы кетеді. Осылай келе жатып суыр аулап жүрген ұранқайлардың атына көз түседі. Мен атын тартып алып келе қояйын деп Арқалық тұра ұмтылып, бір атты міне жөнелгенімен арты жаңжалға ауласып, Жұбай қайтыс болады. Қобда қазақтары Жұбайдың қайтыс болған жері Қобда сұмының Қалбаң деген жер деп көрсетеді. Көк серкенің теріскей беті Қобдадан, ал тайға асар асудың бойында жатуы, Асқар Татанайұлы нұсқасында Делун деген жер аты аталуы осылай болжам жасауға негіз болған. Жұбайдың қайтыс болған жерін келесі біреулер Дайын өлкесінде деген пікірді де көлденең тартады. Қалай дегенменде 20 жасар Жұбайдың жас денесі Қобда бетінен топырақ бұйырған алғашқы қазақ болып қалды. Жалғыз келе жатқан батыр Күректе деген Қоңқа батырға кезігеді. Арқалық елге жетісімен Бейсенбі бидің ақылымен бірден төренің ауылына ат ойнатып келеді. Ажы Ақсарбас шалып, кешірім сұрап, Арқалыққа 9 байлайды. Арқалықтың Жұбай ердің құны үшін төреден 500 жылқы алғаны, оны қияқ, сейтен, тұяқтардың іздеп келіп, көріскені. Төртеуінің жылқының біразын кедейлерге таратып беріп, 300-ін Жұбайдың үйіне айдап барған нұсқада кездеседі. Арқалық батыр жырының қай нұсқасын алып қарастырсақ та, келісті өлең өрімдеріне, тармақтарының шебер құрылған сыртқы және ішкі ұйқастарына куә боламыз. Туынды қара өлең үлгісімен жазылған, көркемдігі келісті дүние, оқиғаның бірінші жақтан баяндалады. Соған қарағанда, жырды Арқалық батырдың өзі шығаруды әбден мүмкін. Жырдан тыс Арқалықтың кейінде Қобда бетіне тағы келіп тұтқынға түскені туралы деректер кезігеді. Бұл жолы Арқалық түрмеден қашып шығып жолда қаза тапты деген даңыз бар. Батырдың сүйегін қазақтар бір жылдан кейін Алтай асулар ашылған кезде келіп жерледі деген сөз халық арасында кезігеді. Арқалық өмір сүрген өлкеде батырдың бейті деген нақты белгі кезікпеуі аңыз түбі ақиқат дегенді айтып тұрғандай. Жазушы Кап Ус аймағының Омнгоп сұмының Ульястай бағының жерінен Арқалық деген араб қарпімен жазылған сын тас көріндесе, көпті көрген кәләм шәріп қария. Тож деген жерінде сандықшалап жиған мұсылманша қабір барын, мұны бұл өлкеге алғаш көшіп келген қазақтар көріп таң қалыспты деп айтып отыратын. Екінші жолы түрмеден қашып шыққан Арқалық із тастап Қобда өзенінің сыртымен сағалап жүруі, Баянұрдың тұсындағы сынтасқа өз атын қашап жазуы, Ногун-Нұр тұсында батырдың жазым болуы әбден мүмкін. Қалай болғанда да бұл тақырып көп зерттеуді қажет етеді. Жоғары келтірілген деректерге бағын отырып, Арқалықтың Қобда бетіне 3 рет жорықта болғанына көз жеткіздік. Әуелгі кезде Өрмегей тасуынан асып, 2-3 күндік жол кешіп, ішкерлеп кіргеніне қарап, Арқалық және оның серіктері қазіргі Ценгел, Сақсай, Ланхус сұмындарының бір шама өлкесін шарлады деп қорытындылауымызға болады. Ал жөнелді біз теңдеп Алтайды өрлеп, түйемен 10 күн жүріп Қобдаға келдік деген тіркеске қарап тұрып, тұтқынға түскен Арқалық пен Жұбайды ең төте жолмен Алтай сұмын өлкесіндегі Құрымты асумен алып өту әбден мүмкін. Жұбайдың жолда өлген ел арасында тараған, құрдасы қайда құрдасың, жасыңнан құрбы сырласың, жарты құрт болса бөліп жеп, бір өлем деген сырласың. Жолда өлсе қолдан қойдың ба, егескен жауың сойдың ба,
Далада қалып сойылмай, көздерің қарға ойныма. Құрдас-ау сенен сұрадым, шыдай алмай жыладым. Құрдасың жоқ жалғыз кеп, таусылғандай лажың деген жоқтау да дәлелдейді. Жұбайдың денесі көк серкеде деп көрсек, арқалық бұл жолында қазіргі Тұлба, Қобда, Делін сұмындарының өңірін басып өткен болады. Жырда сайқанда оң кісілік үңгір көргем, сонан соң Қара доңғал тауға келдім. Батырлар жыры 5-ші том 125-ші бет. Тіркестеріндегі жер аттары Бұлғын Делін өлкесіне сәйкес келеді. Жазушы Кәпің Ус аймағының Омынгоп сұмының Ұлиястай бағының жерінен арқалық деген араб әрпімен жазылған сынтас көрдім дегені айтылған. Ендеше Қобда өңіріне 3 рет барымтаға келіп, 2 рет тұтқын ретінде ұсталып, алғашқысында 9 ай Қобда түрмесіне қамалып шыққан, соң айлап жүріп ауылына жеткен арқалықты Қобда бетін ашқан қазақтың Христофер Колумбусы деп айтсақ артық болмас. Арқалықтың жорықта жүрген 1848-де 1850 жылдары Қобда бетіне қазақтар қоныстанбаған кез екеніне жоғарғы дәлелдер куә болады. Арқалықтың және жолдастарының Қобда бетінің табиғаты, халқының сиректігі, жайылымның молдығы туралы әңгімелер Қобда бетіне көшуге бел байлаған қазақтарға қамшы болуы әбден мүмкін. Зерттеу әңгімесінің авторы Оспан Нәбиұлы. Әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.